Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін үй жағдайында өте керемет болып шығатын, тез дайын болатын пияз нан жасаймыз. Ең алдымен сүтімізді, оның үстінен ұнымызды саламыз. Толық рецепті мен төменгі описанияға жазып өттім. Сол жерден қарап жасай беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан өте керемет болады. Қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр болып шығады. Қамырымызды тынықтыруға аздаған уақытқа қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында салмасын дайындап аламыз. Бізге салмасына пияз және де тұз бен дәмдеуіштер қажет болады. Тұз, яғни бұрыш саламыз. Сіздер өз талғамдарыңызға қарай басқа да көк пияз қосып, укроп қосып салсаңыздар болады. Мен тек қана пияз пайдаландым. Үстінен бұрыш сеуіп, оның үстінен аздаған тұзымызды сеуіп, жақсылап араластырып алдым. Енді тынықтырып тұрған қамырымызды екі золаға бөліп алдым. Бір золасына аздаған ұнның көмегімен жайып алдым. Бір тегіс етіп, дөңгелек етіп жайып аламыз. Өте жұмсақ қамыр болып шыққан ұнның көмегіменен тегіс дөңгелек етіп қамырымызды жасаймыз. Мінекей, біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осы уақыт аралығында сары майымызды газымызға ертіп аламыз. Кішкене суып тұрғаны дұрыс. Мінекей, біздің қамырымыз өте әдемі дөңгелек болып шықты. Енді осы қамырымыздың үстінен майымызды жағып шығамыз. Енді осының үстінен жаңа дайындаған салмамызды, пиязымызды көп салып қажет емес, дәл видеодағыдай етіп аздап саласыздар. Ортасынан бөліп, орап аламыз. Қызып тұрған 180-200 градус пешімізде 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Мінекей, осылай видеодағыдай етіп орап, қосып шығамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, қағазымыздың үстінен дайын болған қамырымызды қойып қоямыз. Пергамент қағаз төсегенімізден кейін табамызды майлаудың қажеті жоқ. Егерде пергамент қағазы болмайтын болса, табаны міндетті түрде астын майлап, сосын барып қамырды салғандарыңыз жөн. Себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, табамызға жайғастырып алдық. Енді кішкене үстінен басып, осылай жайып шығамыз. Оның үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Өз талғамдарыңызға қарай күнжіт немесе мақ қолдансаңыздар болады. Мен сәндік үшін күнжіт қолдандым. Мінекей, пияз нанымыз дайын болды. Өте керемет, қытырлақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын. Қолдауларыңызға рахмет.